Баршаңызға сәлем достар, мен бүгін сіздермен осындай муравейник торт рецептісімен бөлісемін. Сіздерге ұнайды деген сенімдемін. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Мұнда ерітілген сары май, оған қант қосып жақсылап араластырамыз. Одан соң жұмыртқаны кішкене қозғап алып, оны да қосамыз. Және жақсылап араластырып аламыз. Енді жарты шай қасық содамызды қосып, жақсылап араластырып аламыз. Содан соң ұнымызды қосып, қамыр илейміз. Қамырымыз дайын болды. Енді осыны екіге бөліп, целлофанға салып, мұздатқышта 30-40 минутқа қойып қоямыз. Ең бастысы қамырымыз қату керек. Мұздатқыштан шығарамыз қамырды. Формасы қап-қатты болды. Енді оны бірнеше бөліктерге бөліп аламыз. Бөлінген бөліктерді ет тартқыштың осы кішкене көзімен өткіземіз. Ет тартқыштан өткен қамырды пергаментті қағаздың бетіне біркелкі етіп жайып аламыз. Қызып тұрған пеште 180 градуста 10-15 минут қызарғанша пісіріп аламыз. Міне осылай қызарып пісті. Енді қолымызбен үгітіп аламыз. Бөлек ыдысқа салып аламыз. Осылай түйіршіктеп үгітеміз, қатты ұнтақтамаймыз. Енді жер жаңғағымыздың сыртын аршып тазалап аламыз. Міне жер жаңғағымыз дайын болды. Оны майда бөліктерге бөліп аламыз, ұнтақтамай, және жаңағы ыдысымызға саламыз. Одан соң қоюлатылған сүт, яғни сгущенканы қосып, жақсылап араластырып аламыз, біркелкі етіп. Міне біздің муравейнигіміз дайын болды. Енді тарелкаға саламыз.
үккіштен өткізілген шоколадты муравейник тортымыздың бетіне сеуіп әсемдеп аламыз. Міне муравейник торты дайын болып шықты. Әрі дәмді, әрі әдемі. Дәл осы рецептпен жасап көріңіздер.